Алып ұшақ аспанға ақ тұйғын құшса атыла көтерілді. Жерден алыстап бара жатқанын сезгендей, Нұртаңның жүрегі жеңілдір етті. Алматының қай тұсынан көтеріліп бара жатқанын белгісі кеп төменге үңіліп еді. Қазақстан қонақ үйінің тәж сол жақ қапталдан қылаң етті. Деліге ыстық көл асып бара жатқандарын шамалай қойды. Биік тауды өзінен де биіктеу қарау Нұртаңға құпия дүниенің құлпын ашқандай әсер етті. Ғажап, қар басқан жақпар қуыстар, үлкейген зәулім жартастар, зор сүңгідей сүйір шыңдар, жып-жылтыр тайзақ құздар, көп қабат үйдің көлеміндей қасар қарлар, бәрі өңкей, үрей шақыратын, таңдандыратын дүниелердің шексіз тізбегі. Таудың тіршілігі, жазықтығын әрине өзгешелеу, өзгеше өмір әркімді де қызықтырады. Бәлкім жұрттың тауға деген айрықша емінсіз содан да шығар. Кенет Нұртаң бір көрініске қатты қайран қалды. Оң қапталдағы тау үсті, түйе тайлау жазықтығы қар басқан екі шошақ төбе әйелдің қос емшегінен аусайшы. Төбенің апаттығы мен торсықша түбі жұмырланып, ұшы сүйреніп келуі Әсенейдің омырауын есіне түсірді. Екі төбенің қақ ортасынан құлаған жайдақ сай кәдімгі екі емшектің арасындағы үрпік іспетті. Жыл омырауға тұмсығы жұмсақ үйкелгенде жер бетіндегі жалғыз жұмақтың есігі өзіне ғана ашылғандай емінетін. Көзін сәл жұмып еді, құшқан сәт Әсенейдің тәтті ыңырситын талманы құлағына ап-айқын естілгендей болды. Құшағының қош иісі де мұрнына келіп мазасы кетті. Сол кәйіп халді сақтай тұрғысы келіп, көзін құшырлана қайта жұмды. Әсенейдің жұмсақ алақан арқасында сырғып, ақырындап сегіз көзіне тақап қалғандай сезінді. Селк етіп көзін ашып алды. Ерсі жағдайымды сезіп қалмады бен деп, қасындағы кісіге ұрлана көз тастап еді. Тегі түк сезбейтіндей ұйқыда екен. Әсенейдің құшағы барған жұмақ көрінсе Құдайға шүкір. Ол да тәлейіне жазған тағдырдың өзіндік сыйы. Кейде ойлап қараса өмір сүру дегеннің бүкіл мәні, сәні әйелді сүюмен ғана өлшенетін сияқты. Жер бетінде өліп-өшіп жақсы көретін бір әйелдің болмаса, ондай өмірдің құны көк тиын. Әйелдің сені тілеп, құмарта құшып сүйіп жатқанын сезіп білуден артық қандай рахат бар. Қазір Нұртаңға Әсенейсіз еш тіршілік жоқ. Әлденеге қуанса да есіне дереу Әсеней түседі. Кенет бірдеңе уайымдаса тағы да Әсеней көз алдына келе қалады. 3 рет үйленіп, 3 әйелден перзент сүйген Нұртаң бүйтіп әйелге енді құмарта қоярмын деп өзі ойламаған. Әйел құтаймаған еркек екен. Әсенейдің ұзын құлақтан қалайша естімегін қайдам. Алғаш үркектей жүріп, кейін әйтеуір ол да бұған бауыр басып кетті. Оның да 3 перзенті, 2 ұлы, 1 қызы бар. Болса бұл қыздай тиген күйеуімен басы ашық ажыраспаған. Бірақ күйеуімнің бар екен, я жоқ екен, кейде өзім де кесіп айта алмаймын деп қалғаны бар. Сөзінің сыңайына қарағанда күйеуі сірә арақ жаулап алған адам, ал арақ жеңген еркек әйел қадірін біле ме, өз қадірін біле ме? Әсеней екеуі 2 жыл бұрын жазғытұрым танысты. Түске таман асықпай тамақтанайын деп жұмыстан Нұртаң ертерек шыққан. Лифтінің алдында 10 шақты адам еріліп тұрған соң баспалдақпен төмендей берген. Алдында қызыл көйлекті келіншекпен қатарласа қойылбай кетіп барады екен. Таныс жігітті қысылдырмайын деп байқамағансып қастарынан өте бергенде ассалаумағалейкум деп Қойылбайдың өзі амандасты. Екеуі бір-біріне бұрылып қол алысты. Қойылбайдың қасындағы келіншекке көз сонда түсті. Көйлегі де өзі де өрт боп алаулап тұрғандай көрінді. Өзі ерсілген кейін байқады. Адам көрмегенде оған сұқтанды. Қысылғанынан қызарып, келіншек бұрынғысынан бетер сұлулана түсті. Мұның ашқарақ көзінен қайда тығыларын, қайтып құтыларын білмей сасып, әрі ұялып, самай шашын сипап қойып еді. Құлағының үстіне қыстырып қойған бір уыс қысқа шашы сырғып, бет-аузын жауып кетті. Оны сырып қайта орнына қыстыра қоймақ еді, қобыраған шашы иіс бермеді. Шашымен алысқан аққұба келіншек айрықша нұрлы еді. Айналайын, неғып шашымен алысып кеттің? Бұрын бұл арадан көрмеген сияқтымын. Атың кім? Қай газетте істейсің? Таныстыршы өзіңді. Әйел мырс ете жаздап, езуін жылдам жия қойды. Қош жанар бір сәт қадала қалып, лып жалтарып кетті. Нұртаң өз кеудесінен бір бұлқыныс байқағандай болды. Дәме шіркін демде оянды. Мен мұнда істегелі 7 жыл болды аға. Атым Әсеней. Жоқ, олай емес, Әсия. Әкем еркелетіп Әсеней дейтін. Соған елде өзімде үйреніп кеткендікі ғой. Қазақстан әйелдеріненмін. Солай ма? Мен әбден ит алғысыз боп қартайған екем жаным. 7 жыл бойы сені көрмей келген көзді ойып алып, Кәдірбектің итіне тастаса сауап. Сізден кінә жоқ аға. Парасатқа келгеніңізге 1 жыл болды ғой. 9 қабат үй толған жорналшы. Қайсын тани бересіз? Бірақ мені талай көргенсіз. Қарсы жолыққанда тоқтап қалып ылғи жол берем. Бірақ бұрылмай өте шығасыз.
Болды жаным, ағаңды ұялтып ары қарай қазбаламай-ақ қой. Қартайғанда да оңбай қартайған екем. Жасартатындай өзің бір ем жасамасаң кетеуімнің кеткенін көзің көріп тұр ғой. Сол әзіл, сол кездесу екеуіне дәнекер болды. Бұрын байқамай келген әйелі енді көзіне күнде түседі. Армандап, қиялдап, Нұртан құлды бозбала күйде. Қызметке келе жатып та, үйге бара жатып та, ұйқының алдында да, оянған сәтінде де Әсенейді бір есіне алмай күй кешпейді. Ойдан басы еш босамайды. Біресе түңіледі, біресе үміттенеді. Әсенейдің қылығын әйтеуір анық түсіне алмай дал-дал. Алғаш әзілдескенде ақ, ит кетер емес-ау деп Нұртан Әсеней туралы кесіп ойлаған. Бірақ сол кетер емес әйел заң жүзінде ажыраспаған күйеуі барын, үйдегі 3 баланың әкесі қалай да сол екенін есінен шығара алмай, өзін де мұны да ұзақ әуреге салды. Әйел құйып берген чайды аңсадым, Әсенейжан. Жалғыз бөлмеде жалғыздан жалғыз өмір сүру мен сияқты жабыраш шалға тым қиын екен. Үйге жарты сағат жүріп қолыңнан қою шай ішейікші деп көрген сайын жалынатын. Жап-жас шалға жап-жас кемпір керек. Мен кәрі әйелмін аға. Жасырақ біреуге жармассаңызшы деген ол алғаш ойын әзілмен бүркеп. Содан бір күні жарайды деді келісіп. Ертең жұмыстың аяғына таман кеңсеңізге кіріп шығармын. Әуелі кеңсеге келіп, содан әрі қарай үйге бармай-ақ қой деп жорамалдады. Ертесі жұмысқа айтқан уағында келді. Бір қолында бүйірі қампиған қара сөмке, екіншісінде бұлтиып бірдемелер салған жұқалтаң дорба. Менің де әйел құсап үстел басында еркекпен шүйіркелесіп отырғым келеді аға деді. Қара сөмкенің аузын айқара ашып жатып, үйге барған соң ашшы деді. Нұртан Әсенейді қолынан ұстай алып, оның жүзінде алғаш жақындап қарағанында сол, жанарында өңінде әлде бір шаршау бар. Оны ойлықтың белгісі деп қабылдады. Ойдан шаршау рухани бақыт. Ондай адамдар өзінің де, өзгенің де бағасын білуге тиіс. Қабағы мен қас айналасынан қылды-қылдай көп әжімді байқады. Жанын жаралап, көкірегін тілімдей өткен талай оқыған ізі болар. Сүйегірі бойшаң әйел аурудан жаңа оңалып келе жатқандай арық. Шаралы көзі бадырайыңқырап, дөңгелек жүзін жүдеу көрсетеді. Бояуы ерні бүлк-бүлк дірілдеп, сүйкімді қылықпен сәл жымиды. Үйдің табалдырығын аттаудан гөр кеңсеге келу сәл маған жеңілдеу көрінді аға. Алдымен қолымнан дәм татыңызшы. Содан соң Құдай күнін тауыспасын. Еті мен қазысын пісіріп термосқа шай қойып, өзіне шарабын бұған арағында ала келіпті. Екеуі дастархан үстінде сыпайы әңгімелесті. Демде қас қарайды. Кеңседен қараңғыдан шығып бара жатқан ұят болар. Мен енді қайтайын деді. Әсеней әкелген ыдыс аяғын жинастыра бастап. Қанша қолқаласам да үйге бармайсың ба, Әсенейжан? Жоқ, бармаймын аға. Жарайды. Өзің айтпақшы, Құдай күнін тауыспасын. Бүгін ағаңды айрықша сыйладың. Үлкен рахмет жаным. Бұдан былай сенсіз қайтып өмір сүрем. Ендігі мені қинайтын ой сол. Соған жауап тауып берсең, мен бақыттымын. Келші, мұрнының ұшынан ғана бір иіскейін. Көзін бағжаң еткізіп Әсеней бетіне бажырая қарады. Нұртан ұмтылып келіп, иығынан тартты. Жүзін төмен салып Әсеней теріс айналды. Иегінен сипап, әйелді өзіне қаратты. Еңкейіп, әй-шәй жоқ, еріне жабысты. Әлсіз ғана бір бұлқынып, Әсеней құшағынан қашпады. Кетар емес екеніне осы жолы анық көз жетті. Өстіп жазғы тұрым басталған таныстықтары күз бен қысқа жалғасты. Ақырында қоймай жүріп, Нұртан Әсенейді жаңа жыл қарсаңында үйіне де алып келді. Шақырғанға көніп, үйге келу үшін әйел сөз жоқ, бар жағдайды есепке алады. Тәуекел деп бір шешімге іштей бел буады. Сондықтан қаншама рет назданып, бұлқынса ақыр соңында Әсеней бүгін маған қойнын ашады деп сенді. Сүйгізді, құшақтатты. Бәрі ойдағыдай болып келе жатты. Әуелі әзілдеп артынан шыңдап, сүйрелегендей әкеп Әсенейдің жамбасын әйтеуір бір кез диванға тигізді. Аймалап жатып, жауырынына да тигізді. Ауыз бен ауыз аймаласып жатқанда, оң қол жылжып жамбасқа жетті. Ыстық алақан шықырдың аузына енділіккенде Әсеней ышқына бұлқынып, ағатай, күйеуім бар ғой, көз тірі ғой дегені. Біреу төбесінен бір қойғандай Нұртан сұлық жатып қалды. Әлдегімнің әйелін зорлап жатқандай түршікті. Бойы әп-сәтте суынып, қайта ұмтылуға зауқы болмады. Әсеней үн-түнсіз түрегеп үсті басын жөндеді. Нұртан оң мен түстің ортасында отырғанда есікті тарс жауып шығып кетті. Біраз отырған соң Әсенейге Нұртан кейіде бастады. Бұрын білмей келгендей күйеу барын дәл мұның құшағына ендікіре есіне алған несі? Қызда қылмысқаны ма, әлде бұлданғаны ма? Көңілі шаппай қиналғаны ма? Жоқ, шынын атса жерді есепке ала бермес еді. Өй бір солқылдақ жері бар ау сірә.
Үлкен ятқа қалмай тұрғанда осы күйде тоқтай қойса мекен, бір сәт тоқтай алар мекем деп толқыды. Бір-екі ай көрмей қоюдан шыдаса қалған уақытын орын-орнына өзі қоятындай сияқтанды. Соған іштей бекінді де, бірақ түнмен дөңбекшіп түк ұйықтай алмайды. Қазақы адам үшін айтуға да мойындауға да ұят, бірақ аққұба әйелді қалай құшақтары, қалай аймалар бәлі елестей болып, біресе суынып, біресе сынып, әбден берекесі қашты. Ертесі Әсенейге телефон соғып, егер мен мазақ қылайын деп жүрмесең, 5 қаңтарда жұмыстан кейін үйге кел, кіре берсең қарсы алам деді төтесінен. Ойланды мекен. Әсеней әжептәуір үнсіздіктен кейін мақұл деді, еш сыр аңғармайтын момын үнмен. Әсеней 5 күні дәл кешіңкіреп келді. Таныс диванға жантая отырып жатып, үй ішіне қыдырта көз тастады. Сізге әйелдің керегі жоқ сияқты деді жымиып. Саған жолыққанша өзімде солай ойлаушы едім. Мен аға асыңқырап тұрмын, уәде берген соң ұят қой деп ұқтым. Сіз де асығыңыз дегенсің ғой. Онда кел, дәмге отырайық. Нұртаң әдейі асықпады. Бүгін бел буып келмесе, онда тегі Әсенейден бір жола күдер үзгенім дұрыс деп түйді. Асығыс екенін Әсеней қайта есіне салмады. Ас жеп, шампан іше отырып екеуі талай әңгіме айтты. Ара-тұра құшақтап әзіл арасында қысқа ғана сүйіп қойып, Нұртаң мүлде өзімсініп, емін-еркін отырды. Шай қамдап, ыдыс-аяқ жуып, осы үйдің әйелінше ас үйге кіріп шығып жүрген Әсеней Нұртанға өзгеше әдемі көрінді. Әсеней орнынан тұрып үсті-басын жөндеп, енді мен қайтайын дегенді аңғартты. Шығарып салмақшы кісідей Нұртаң да үнсіз түрегеп қасына келді. Әсенейді құшақтаған күй айрықша жақындап, бір қолмен шамды өшірді де, екінші қолмен әйелді бауырына басты. Кеш болып кетті аға. Өз үйіңде жүрген әйел ерте кеш деп өз күйеуіне айтпайтын шығар. Сіз өз күйеуім емессіз ғой. Бүгіннен бастап өз күйеуіңмін. Одан ар сөйлетпей, аузын сүюден босатпай итермелей апарып диванға қисайтты. Үйде үтік жоқ, көйлегімді шешіп таста деді. Онысының әзіл екен, не әзіл емес екенін білмей, алғашқа ақтылған түйме екеуін де басқа дүниеге ала жөнелді. Лап еткен өртше төсіне қарай кимелеп жатқан Нұртаңды біресе алақанын, біресе білегін тосып жатып, Әсеней қас қағымдай ғана әзер бөгеді. Бірақ еркектің қолы омырауын шеңгелдей қысқан сәт ерінің қымқыра қыршып сүйінгеннен көзіне еріксіз жұмды. Төсінен қашқан тәтті діріл тұла бойына шым-шым тарап бара жатты. Еш жиып қайта бұлқынайын деп еді, Нұртаңның шешіндіріп те біткенін аңғарды. Тырп етпей, бұдан арға мен жауап бермейтін кісіше үнсіз күтті. Омыраудан сырғаған ыстық алақан кіндік бойлап кеп, кілт қайтадан төске көтерілді. Емшектің ұшында ғана дірілдеп тұрған тамшы сезімді шымшып қалғанда Әсеней өзінің қалай ыңырсып жібергенін аңғармайда қалды. Қымсыну мен қысылуды табиғи тәттілік ақыры жеңді. Осылайша 2-3 күн дүркін жолыққан соң барып Әсеней күтпеген қылық көрсетті. Аға, арға ұзамай тұрғанда осын доғарсақ қайтеді деді. Әйел адамға лайықсыз екен тегі, 2 күйеуім бар сияқты. Сондықтан ажырас, бір жола менікі бол. Балаларды қайтем, олар мені өмір бақи кешірмейді ғой. Балаларын безіп кетсе қалған өмірдің мағынасы несі өмір? Өзіне тисем-ау деген Әсенейдің ойы жоғын Нұртаң анық аңғарды. Бірақ оның күйеуінен 18 жыл отасса да, жыныстық жақындыққа әлі тәжірибесіздігін, бойы балқып ағытыла алмайтындығын білгендіктен ойына бір күдік сап ете қалды. Күйеу бәлкім соншалық салынып шетін маскүнемде болмас, одан суынатындай басқа бір себебі де бар шығар. Махаббаттың жауы үйлену депті ғой, батыс жақтағы біреу. Ол да бір негізге сүйенген болар, кім біледі. Нұртанға Әсеней айрықша татты. Өзін оның қойында жаңа үйленген жас жұбайдай сезінеді. Ол айнымаған жас қалыңдық, еркін аймаласып, орын алмасып, аунасқанның өзін ерсіз санайды. Оны әйелдікке баулы шексіз рахат. Ақ мәрдай-мәрдай денесі сазан балықша бұлқынады. Бірақ бағынып қана басы артық қимылға бармайды. Нұртан оны жалынып жатып сөйлетеді, қолынан ұстап, алақанмен аймалатады, құшып сүйіп жатып қылығын зорға шығарады. Құдайдың берген артықшылық болар. Қаншама шалқып терлесе де, денесінің қош иісі өзгермейді. Өліп өшіп сүйе бергін келеді. Жас күнінде Әсеней өлең жазыпты. Ақын болмай қалғанмен, ақын жандылығы әлі бар. Мені бір жаман әйел деп ойлайтын шығарсыз деді. Осы күзде ғана. Неге? Күйеуім балаларым бал болса да, сіздің қойныңызда жатқаным жоқ па? Жақсы әйел өстеді деп ойлайсыз ба? Біріншіден, мен жаман деп ойлаған әйелдің қойнында жатпаймын. Екіншіден, менің құшағымнан тапқан рахат өз үйінен табылса, онда сен мұнда келмес едің деп ойлаймын. Үшіншіден, сүйіспеншілік ақылдығын жетегінде жүре бермейді. Қайта ақыл сүйіспеншілікті қорғауға тиіс.
Өз қылығыңызды қорғау үшін өзіңіз шығарып алған қағида емес пе? Жоқ, халықтың ежелден келе жатқан ең көне қағидасы. Түсінбедім. Не түсінбейтіні бар? Қазақ айтпай ма? Бұл дүние жеткізбейтін арман дүние, бұрынғы бабалардан қалған дүние. Барында оралыңның ойнада күл, бізден де өте шығар жалған дүние деп. Өте шығатын дүниенің сен де бір өте шығатын қызық емессің бе? Жаман әйел атанамын деп, сен жаман еркек атанамын деп, мен өз қызығымызға өзіміз ұмтылмасақ ондай мәнсіз өмірдің керегі не? Өмір сүру деген меніңше өзіңді өзің тежеу емес, өз рахатыңды өзің жасау. Сондықтан жаным құшақта мені. Қасым ағам айтпақшы, мен кірмеген қойның қалмасын. Қалмаса қалмасын аға, тек сол Қасым ақын құсап артынан ақ ұрып жүрмекші. Үнсіз алқынып екеуі бір-біріне құмарта ұмтылысты. Сезімді ақыл құптаған осындай сәт еркек пен әйелдің ең бақытты сәті. Ондай биіктікке адамдар тек екеулеп қана жетеді. Әсеней жуынуға кеткенде Нұртан жалаңаш жүгіріп барып қаламға жармасты. Шат көңілге бір шумақ өлең оралды. Құлынына еген бие деймін, балқып жатып жаным-ау мен не дейін, тозағын дүниенің жеке тартып, жұмағын сені менен бір көрейін. Жазып бітіп үстелден енді қайта ала бергенде Әсеней кіріп келді. Ой аға деді бетін басып, келе бер деді. Нұртан көрпесінің ішіне қойып кетіп. Құдай біледі, мен туралы жаман бірдеме жаздыңыз. Сен туралы жазғаным рас. Оқимын, оқи ғой. Оқып шықтыдан үндемеді. Көрпені сыра сыртынан қасына отырды. Үнсізден киіп кеп бірінші рет ерінен өз сүйді. Мен ылғи дәл бүгінгідей жақсы көріп жүріңізші деді сыбырлай құшақтап. Бұдан да жақсы көремін әлі жаным. Қазанның аяғына таман Нұртан жарты айға сапармен Мәскеуге барып қайтты. Оралған күннің ертесіне Әсеней жұмысқа келіп жолықты. Қолында бүктеулі қағаз бар екен. Үндемей қолына ұстатты да қайрылмастан қайтып шығып кетті. Өкпелеген-ау деп қылығына қарап, қағаздың бүктеуін қобалжи ашты. Көкем деп тасын сызып, көкем деген аузынан айналдым деді шелжіреп. Сап-сау жүрген адамды ауру қылдыңыз, сізді күту маған өте ауыр тиді. Қалай қиналғанымды білсеңіз ғой. Әйелдің әлсіздігімен жылап талдым. Жаным сағындым сізді, сүйем сізді. Қоймай жүріп өзіңізге ғашық қып алдыңыз. Үнсіз күткеннен басқа менің қолымнан не келеді? Қай істеде тілекшіңіз екенімді ұмытпаңыз. Сағындым сізді. Мұндай сөзді сезім ғана тудыра алмайды, ақыл айтқызады. Бүйтіп айта алған әйел мыңнан өзгеше. Өңінен жаны әлдеқайда сұлу, ерекше деп ел таңданатын, өмірде сирек тұтатын бақытты еркектің қолында ғана қонатын осы Әсеней әйел. Оның тамағына бір иіскегенің әлемнің әтірінен артықтығы жұтқаның. Ондайды ғұмыр бойы жұта алмай өткен еркек қаншама. Ондай кереметтің өмірде болатынын да білмей, сондықтан өмір бақи іздейтіндер қаншама. Жақында Әсеней тағы бір қырын танытты. Желтоқсанның 16-сында Делиге ұшатын болып жатырмын деді Нұртан телефонмен. Тағы да жарты айға ма деді Әсеней жұлып алғандай жылдам. Жоқ, бір аптаға ғана. Жағдайың келсе әуежайға сенің қасынан аттанайын. Қай кезде ұшасыз? Таңғы 3-те. Қона алмаймын ғой аға. Кешкісін бірақ қасыңызда болайын. Кетер кеште қасында болды. Нұртан таксимен үйіне дейін шығарып салды. Жолың болсын деді қолын ұсынып. Соңғы кезде хат жазғыш болып кеттім. Алақанына хат ұстатты. Үйге кірген бойда Әсенейдің хатын Нұртан босағада тұрып оқыды. Өлеңнен өзге бір сөз жазбапты. Сенсіз қалай өмір сүріп келгенмін. Жүріп едің сен қайда? Адалдықтың бетін жыртып тағдырына енемін. Мен батырмын сен барда. Сандалатын өртке құлаш сермедім. Мен тұлғамын сен барда. Сенен артық ұстаз алдын көрмедім. Мен құлама сен барда. О мен балды кезек жұтып келемін. Мен мәңгілік сен барда. Сарыарқадай кеңдігіңді кеземін. Мен шексіздік сен барда. Асқар шыңға төбесінен қараған. Мен биікпін сен барда. Мұхиттың да тереңдігі түк емес. Мен тұңғиық сен барда. Сенің көзің еркелете қадалса, менен сұлу жан бар ма? Алдымызда бұлдыр ғайып құр елес. Батады тек сол жанға. Сенсіз қалай енді өмір сүремін. Жан ауыртпас жол қайда. Есіміңді тіл ұшына байланған атамадым. Әлсіз ғана әйел екем, не пайда. Мынау шынында да ғажап әйел деді. Нұртан өлеңді оқып болып, өз халін сезіммен, сүйіспеншілікке толы көңілмен жазғандық соншама, өлеңнің ұйқасы бар жоғы, буынның аз көбі еленбейді. Өлең қып жазбаған, өлеңдетіп жеткізген шын сезім, сұмдық таза сезім. Өзінің сезімі бүйтіп сөзбен бейнелеуі Әсенейден төмен екенін Нұртан үнсіз мойындады.
ақыл да талант та таба алмайтын тек кілең сезім ғана тапқан сөздер оныкі. Ұшақ жеңіл ғана сілкінді. Ойдан селк етіп оянған Нұртаң жалма-жан төменге үңілді. Қара түтінге оранған Делидің үстіне алып ұшақ әуежайға еңкейіп келеді екен. Түннің арасынан көк күмбек қала сағымдан көрінеді. Қыстан ұшып шыққан ұшақ жазға қонғалы келеді. Ертесі Үндістан ғалым академиясының адамдары бұларды тобымен Тәж-Махалға апарды. Әлемге әйгілі махаббат күмбезіне айшығымен де, алыптығымен де арбитатын асқақтық жоқ екен. Ой басқан аппақ күмбез бір сыр айтқысы кеп тұрғандай үнсіздігімен баурайды. Мұның көкке шыққан мәрмәр мұнаралар қайғы болып қатып қапты. Шайын деп мойнын аспанға енді созған алып аққудай ауаға сіңіп бара жатқан үлбірек сағым секілді. Бастап келген үнді жігіт күмбез тарихын қысқаша түсіндірді. Үндістанның солтүстігін жаулап алған Бабыр ұрпақтары мен моңғолдар жайында сыдырта келіп атақты Ақбер мен Жаһан Шахты айрықша атады. 4 ұл сүйгізген әйелін Жаһан жағасы қатты жақсы көріпті. Мұмтазым қасыма келгенде маған шамның керек болмай қалады дейді екен жарықтық. Әрине ғой, деді әлдекім соны естігенде күліп. Қасында сұлу әйел келгенде шамды өшіру керек қой. Аңыз боп қалған тағы бір сөзі бар екен. Жаһан Шах айрықша батыр болған адам. Сонысына қарамай әйелі Мұмтаздың қасында өте нәзік қылықтарға барады екен. Бірде аймалап жатып, сенің тәттілігіңе той алмай-ақ өлетін шығармын депті. Қойшы депті Мұмтаз күліп. Сендей батырдың әйеліне солай деген естісе жұрт келеке қылады. Мейлі, шындықты жасырғанша келеке болғаным жақсы. Қане айта қойшы, сенің ең жақсы көретін тәттің не? Бал, содан кейін мейіз, тағы қандай, інжір. Сөйтіп барлық тәттісін санатып шыққан соң, соның бәрін жинап бір ыдысқа араластырып, адам жеп көрмеген тәтті шықпай ма? Сен менің сондай тәттімсің, деді Жаһан Шах. Мұмтаз үндемей отырып, жоқ батырым, мен өтірік айтқан екем. Менің де ең тәттім тек сенсің деген екен. Жаһан Шах елді атасы Ақбар салдырған Қорған қалада тұрып билепті. 20-дағы Жаһанға 1612 жыл тиіп, 19 жыл отасқаннан кейін 30-дан асып барып, 1631 жылы Мұмтаз сұлу аурудан қайтыс болады. 39-ында сүйіктісінен айырылған Жаһан Шах Қорған қаладағы сарайынан көрініп тұратын Жамна өзенінің жағасына Мұмтазға арнап күмбез салдырады. Қытай, Иран жерінен тек аппақ мәрмәр алдырады. Күмбез 22 жылда бітеді. Жаһан Шах 61-ге келеді. 4 ұл сүйгізген теңдесі жоқ әйеліне теңдесі жоқ ескерткіш орнатады. Бірақ бүкіл қасірет сол 4 ұлдан тарады. Шах қартайған сайын балаларының арасында бақталастық өршіді. Оның аяғы тақталастыққа ұласты. Кенже ұлы Айла шарығымен ағаларының бәрін өлтіріп, 1658 жыл таққа отырады. Шешесінің басына сонша қымбатқа күмбез орнатқаны үшін жазалап, әкесін үйге қамап тастайды. Сонда ұлынан Жаһан Шах жалғыз тілек тілепті. Даланы көрмесем көрмейін, Мұмтаздың күмбезін көрмей қалай шыдайын. Мені Тәж-Махал көрініп тұратын жаққа қама. Ұлы ол тілегін орындапты. Қорған қаладан Тәж-Махалға алыстан телміртіп 9 жыл шыдапты. Ақыры 74-інде ол да дүниеден өтіпті. Ұлы әкесінің сүйегін Мұмтаздың қасына қойғызыпты. Мұмтаз өте таза әйел болған. Сондықтан оның бейітінде бағалауларыңыз керек. Аяқ киімдеріңізді сыртқа қалдырып кетіңіздер, деді гид. Мұмтаз деген қазақтың Мұмтазы болды ғой, деді біреу. Мұнтаздап деп қазақ менің әсенейімде таза елді айтады, деді Нұртаң өз-өзіне ғана күбірлеп. Бәрі шұлықтарына дейін шешіп желтоқсан айының аяғында Тәж-Махалдың ішіне жалаң аяқ кірді. Қайтар жолда мәшинесінің ырғағымен Нұртаң үнсіз ойға батты. Тағы есіне әсеней түсті. Оның өзіне Мұмтазға да Жаһан Шахқа да ұқсатты. Мұмтаз Мұмтаздай таза ел болса, ол жағынан әсеней сөз жоқ аумайды. Ал балаларымды қайтем деп қиналғаны Балажан Шахқа ұқсайды. Бала сүйгізген әйелін Шах қалай жақсы көрсе, бала тудырған күйеуін әсеней неге жақсы көрмейді? Қалая, адам адамға ұқсайды, әрі ұқсамайды. Жаһан Шахқа Нұртаң да ұқсайды. Оған Мұмтаз қалай тәтті болса, бүгін әсеней сондай тәтті. Алайда Шах жақсы көрген баланы бұл неге жақсы көрмейді? Әсеней де Шах та бәрі бала үшін шырылдайды. Елден ерекше бұған не көрінген? Әйелден көңіл қалса да балаға өкпелеумеу керек еді ғой. Бірінші әйелі Бәтай, жазда жол жөнекей жолыққан. Обал не керек? Ол бұған ащы сөз айтып көңіл жартар, қылық көрсеткен емес. Өң жақсы екен, күтімің түзелген-ау, деді жұмбақтап. Ұлың жолықты ма? Жоқ. Келін жүкті. Босанса әкеме айтайын ба жоқ па деп менен сұрайды.
Өзің біл, әкең екеуінің араңа түспеймін. Ол менен жек көргендігінен емес, қызғанып жақсы көргендігінен ажырасып кеткендегем. Балаға не болса соны айтып керегіне деп, бұл оның сөзін жүре тыңдаған. Енді ойлап қараса, Үбәтайдың да бар тіршілігі бала үшін. Бала дегенде пейіл бермей келе жатқан тек бұл ғана. Ол іштен асқан кез, үйге ала кетейін деп жұмыстан кейін жолап Үбәтайдың кабинетіне асық кіріп барған. Ұзын бойлы мұртты жігіт еңкейіп Үбәтайды ернен сүйіп жатыр екен. Өне бойы мұздап қоя берді. Есін жиған бойда есікті тарс жауып шығып кетті. Бірдемелерді айтып, артынан жүгіріп келген Үбәтайды итеріп тастап жүре берді. Содан қайырылмады. Өз көзімен көрген нәрсеге еш түсінік сұрамады. Қатты қорланды. Ұрық өтетін тамыршығы кеңейіп, соны емдеу кезінде Үбәтай екеуінің төсек араласы біраз сиреңкіреп жүрген. Соған шыдай алмай бөтен еркек іздеді деген ыза буындырып жібере жаздады. Сол күні-ақ Сәуле дейтін қыздың пәтеріне барып кірді. Көптен қылмыңдап, өзін қай танытып жүретін. Бір қыз туған соң одан зорға қашып құтылды. Күйеуі өлген тағы бір әйелмен 2 жыл отасып, оған да бір қызын тастап шықты. Еркек өз әйелінің бір осалдығын кешіре алмай жүріп, өзгенің 10 жыл отасқан әйеліне өліп өшіп ғашық болады береді екен-ау. Қанша қарғаны вақталса да, Үбәтайды әйтеуір кешіре алмады. Рахмет айтып тұрып, ана жігіттің аңдаусыда сүйіп алған раста шығар, кім біледі. Үбәтай шын бұзылса, осыған дейін соған не басқаны неге тиіп алмайды. Әлде Әсене ұқсап ол да балам безіп кетер ме деп баласынан қорқып жүрмекен. Егер мен балам үшін Үбәтайға қайта барсам, онымды Әсене түсінер ме еді? Оқыс ойдан Нұртаң орнынан түрегеп кете жаздады. Қозғалақтап барып қайта ойға шомды. Делиден шыққан алып ұшақ 23 желтоқсанның түс әлетінде Алматының әуежайына келіп қонды. Ешкім күтіп алмайтынды білгендіктен тоқ сөмкесін қолына алып Нұртаң тіке таксиге қарай тартты. Кенет әлдегі атына тағандай болды. Таныс дауыс секілді. Әсене мекен деп елеңдеді. Айналаға жалтақтап. Әсене еш жерден көре алмайды, сөйткенше болмай, қарсы келе жатқан біреумен соқтығысып та қалды. Кімді іздеп жалтақтап келесін деді. Әлгі таныс дауыс. Сен неғып жүрсің? Ұлың ырым қып, алдыңнан немереңді алып шықты. 40-нан шықпаған баланы, оларың не? Ұлың өзің сияқты ешкімнің айтқанына көнбейді. Құндақтаулы бала көтеріп алдынан ұлы шықты. Әріректе мәшиненің есігін ашып келінде осылай беттеді. Ұлының қолынан немересін алып, құндағын ашып құмарта иіскеді. Сүт аңқыған жас өмір күтпеген мейірін оятты. Ұлын да келінін де маңдайынан сүйіп мәшинеге қарай бұрыла бергенде, Үбәтай екеуінің көздері қысқа түйісіп қалды. Отыр, деді Үбәтай, алдыңғы есікті нұсқап. Атын кім қойдыңдар, деді Нұртаң, мәшине орнынан жылжи бергенде. Таңтай, деді баласы. Таңтай? Нұртаң түсіне алмай көзін жыпылықтатты. Ешқашан естімеген атым. Кім қойды? Өзім. Қандай мағынамен қойдың? Таң дегенді атасының атынан алып, оған Тай дегенді әжесінің атынан қостым. Қазақ Таңтей деп айта алмайды. Сондықтан Таңтай болды да шықты. Бәрі үнсіз қалды. Алдыға қарап Алатаудың үшін көрмек болған Нұртаңның жанары буланып, бұлдырап қаланың қарсыдағы қар басқан үйінен басқаны көре алмады. Мәшиненің қайда барарын, қай сүйге бұрыларын бәрі Үбәтай билеп келеді. Ал Нұртаңның ойын билеп келе жатқан тек Әсеней. Басымды кеудесіне қойып, жас балаша үрпегінен иіскеп 1 секунд балқып кетсем-ау деген сағыныш қасындағы бала шағасынан алыстатып, адам түсіне алмайтын арман дүниеге ақырын-ақырын жетектеп барады.